Ал келесі қарапайым жаттығуымыз, жатамыз. Аяғымызды төсекке немесе диванға 90 градуста қоямыз. Міндетті түрде жамбасыңызды жинайсыз, беліңізге ауыртпалық түспес үшін. Яғни мына артында мындай қуыс болмауы қажет. Қолымызды екі жағымызға қоямыз. Аяғымызды оңға, солға кезек-кезек қимылдатамыз. Одан кейін енді кішкене бұлшық еттеріміз қызғаннан кейін екі аяғымызды бірдей қимылдатамыз. Аяғымызды аламыз. Ішіміз престе, яғни біз жамбасты жинаған кезде ішіміз жиналады. Аяғымыз алдық, енді ашамыз, жабамыз, ашамыз, жабамыз. Егер қиын болса, аяғыңыз алдыңыз, аштыңыз, жаптыңыз, қайтадан қойыңыз. Аласыз, аштыңыз, жаптыңыз, қайтадан қоясыз. Ал оңай болса, аяғыңызды алғаннан тоқтамай 15-20 рет жасап алыңыз.